Ыбырай Алтынсарин атындағы орта мектебі 3 сынып қазақ тілі пәні. Бөлім су тіршіліктің көзі. Сабақтың тақырыбы негізгі және туынды сын есім. Оқу мақсаты мәтін мазмұны бойынша пікір білдіруге бағытталған сұрақтар құрастыру және жауап беру. Бағалау критерийлері: тыңдалған мәтін бойынша қойылған сұрақтарға жауап беріп, мәтінде жалпы не туралы айтылғанын түсінеді, диалогқа қатысады. Сын есім дегеніміз қандай сұрақтарына жауап беретін сөз табы жалпы заттың көлемін, түрін, түсін, пішінін, дәмін білдіреді. Сын есім құрамына қарай негізгі сын есім және туынды сын есім болып бөлінеді. Негізгі сын есім дегеніміз ешбір қосымшасыз негізгі түбір күйінде жұмсалатын сын есім. Туынды сын есім дегеніміз сөз тудырушы жұрнақ арқылы жасалған сын есімді атаймыз. Келесі оқулықпен жұмыс жасайық. 69 бет. Мәтінді оқып, мәтіндегі сын есімдерді табамыз. Мәтін тақырыбы мұраттың бастауы. Мәтінді оқып жазып болғаннан кейін тапсырмаға жауап береміз. Әр дұрыс жауапқа 1 балл. Балалар қай жерде ойнады? Балалар ойнаған алаңда бұрын не болған? Мұрат бастауды қандай белгілеріне қарап тапты? Мұраттың бастауды табуына оның қандай қасиеттері көмектесті? Бұлақ суының адамға қандай пайдасы бар? Міне осы сұраққа да ойланып жауап берейік балалар. Дәптермен жұмыс. 70 беттегі 2-ші жаттығуды орындаймыз. Яғни қарамен жазылған сөздерді сөз құрамына талдап, олар қай сөз табына жататындығын анықтаймыз. Келесі Вен диаграммасы. Берілген негізгі және туынды сын есімдерді салыстырып, олардың ұқсастығы мен айырмашылығын атаймыз. Жаңа, көк, әдепті, сүтті, атақты, жүйрік, көктемгі. Және де бұған да тапсырма орындап, балл жинақтаймыз. Негізгі сын есім, туынды сын есім және олардың ұқсастығы. Үйге тапсырма. Берілген етістіктерге ғыш, гіш, қыш жұрнақтарын жалғап, туынды сын есім жаса. Жасаған туынды сын есімде қатыстырып 2 сөйлем құрастырып жаз. Сау болыңдар.